Бұл сабақта біз құжатты қарау режимдерімен танысатын боламыз. Құжатты қарау режимдерінің кейбіреулері бағдарламаның оң жақ төменгі бұрышында берілген. Көбінесе біз осы режимде, яғни разметка страницы режимінде жұмыс істейміз, және де бағдарлама көбінесе осы режимде ашылады. Бұл режим несімен ерекшеленеді? Бұл режимде сіз құжатыңыз баспадан басып шығарылған кезде қандай түрде болады, тура сол түрде сіздің алдыңызда көрінетін болады. Яғни оң жақтан қаншалықты шегініс бар, сол жақтан қаншалықты шегініс бар, мәтін арасындағы шегіністер, басқа шрифті, оның өлшемі бәрі баспадан қалай шығады, сол түрде сіздің алдыңызда көрініп тұратын болады. Одан бөлек екі режимді көруге болады. Оның біреуі режим чтения дейді, яғни оқу режимі. Басып көретін болсақ, кітап сияқты оқуға өте ыңғайлы режимге ауысады. Яғни сіз мәтінді өңдеу емес, онымен танысу, оқу мақсатында ашқан болсаңыз, осы режим сізге өте үлкен көмек көрсетеді. Байқап отырсақ, бұл жерде бүкіл панельдерді жауып, тек қана мәтінді қалдыруға болады. Сосын мәтінде өте ыңғайлы жылжып, парақтарды өте ыңғайлы ауыстыруға болады. Байқап отырсаңыз, бұл режимде бағдарламаның бейнесі түбегейлі өзгеріп кетті. Көп қызметтер шектелген, тек қана оқу режиміне қатысты оның сыртқы бейнесі немесе қандай да бір ақпаратты іздеуге арналған батырмалар ғана сақталған. Одан кейінгі байқап отқанымыз веб-документ дейді. Басып көретін болсақ, сайт жасап көрген немесе веб-сайттарға бір жақындығыңыз бар болса, тура қазір ешқандай да бір әсерлеусіз, әдемілеусіз болған веб-браузердегі жазбаға өте ұқсап кетті. Яғни бұл кезде тек қана мәтін ұзыннан ұзақ жалғасып кетеді. Көбінесе веб-браузерлерде осы түрде бейнеленетін болады сіздің мәтініңіз. Көп жағдайда сізге керек емес болуы мүмкін, алайда егер сіз белгілі бір мәтінді арнайлап интернеттегі мақала ретінде дайындап жатсаңыз, бұл режимнің де пайдасы тиюі әбден мүмкін. Бұл негізгі бізге көрсетілген режимдер болғанымен, одан бөлекте басқа да қарау режимдері бар. Соларды көрейік. Біз мына үшеуін қарастырдық. Енді одан бөлек қарап отырсақ, структура және де черновик деген екі режим бар екен. Структураға басатын болсақ, көріп отқандарыңыздай, құжаттың жалпы құрылымымен танысуға болады. Қандай бөлімдер бар, қанша абзац бар. Тек қана бірінші жолдарын көрсету арқылы әр абзац қандай сөйлемнен басталатынын көруге болады. Яғни, сіз жалпы құжатыңыздың логикалық құрылымын дұрыстай аласыз осы жерде. Көре аласыз, қандай бөлімнен кейін қандай бөлім кеткен, қандай жазу жазылған. Және де әр бөлімнің өзінің бір деңгейі бар. Қарап отырсаңыз, мынау бірінші деңгей. Оны екінші деңгейге өткізетін болсаңыз, ол мына сол жақ шеттен қаншалықты шегініс жасағанын көре аласыз. Барлығы 9 деңгей бар. Барынша шегіндіріп қоюға болады. Ол не үшін керек десеңіз, сіз өзіңіздің құжатыңыздың жүйесін құрастырған кезде кейбір нәрселер бір бөлімнің ішінде болуы мүмкін. Яғни сіз екінші бөлімнің астында қандай да бір 2/1 бөлімі болуы мүмкін. Ол 2/1 бөлімінің ішінде тағы да ары қарай шегінетін 2/1 деген бөлім болуы мүмкін деген сияқты. Сөйтіп, сіз өзіңіздің құжатыңыздың деңгейін қалыптастырасыз. Мына батырманы басу арқылы біз бұл режимнен шыға аламыз. Одан бөлек бізде ең соңғы режим ол черновик режимі. Бұл режимде сізде негізінен мәтінді жазуға бағытталады. Яғни ешқандай да колонналар, яғни бағаналардың өлшемі, түрлері немесе басқа да бір шегіністер сізді қатты мазаламайды, тек қана мәтіннің форматталуы. Яғни тез мәтінге назар аударып мәтінді жазу керек болған кезде осы режимде бірден мәтін жазуға көшуге болады. Осымен сабақ аяқталды. Сабақта оқып білгеніңізді қайталап жасап көріңіздер, және де игергеннен кейін келесі сабаққа өтіңіз.